тафаккур немесе зикірді туралы айтатын болсақ, зикір мен тафаккур екеуі ағайын негізгі. Зикір мен тафаккур қалай ағайын болып келеді да? Мысалы, қараңызшы, сіз үй жинап жүрсіздер. Мысалы, пәле ұстап жатсыз дейді. Сол кезде мен бүгін зікір айтпадым. Сосын не істейсіз сіз? Басқа нәрсе ойлап, бірақ зікір айтып жүрсіз. Ол да жақсы, енді жоқтан жақсы, ол да жақсы. А енді елестетіп қараңызшы. Сіз өзіңіз яғни есіне түсіріп, заставить етіп жатсыз, мен зікірді айту керекпін. А егер сіз тафаккур жасайтын болсаңыз, кәдімгідей жаңа, мысалы, далаға қарап қаласыз, мысалы, не істейсіз сіз далаға қараған кезде? Мысалы, сол кезде, мысалы, тауға қараған кезде, немесе аспанға қараған кезде, сіз сол кезде не істейсіз? Автоматически шығады. Яғни, альхамдулиллах деп, автомат түрде шығады. Альхамдулиллах. Сол кезде тафаккур, адам жиі тафаккурмен жүрсе дейді, мына зікір ауыздан түспейді екен ғой дейді. Тафаккурмен көп жүрсе дейді. А тафаккур болмаса дейді, сен зікірді ұмытып кетесің дейді айтуға. Мен бүгін айтпадым, әйтеуір бір өтіп алу керекпін деген нәрсе болады дейді. А егер сіз тафаккурмен жасайтын болсаңыз, мысалы, ұлыңызға қарайтын болсаңыз, қызыңызға қарап альхамдулилlah деген нәрсе болса, шүкіршілік не болады сол кезде? Шүкіршілік, альхамдулилlah уже не болады? Зікір болады. Мына адам одан кейін тағамды жеген кезде, мысалы, қараңызшы айттым ғой, тағам, мысалы, гранатты ашқан сәтте, сен бірінші гранатқа қарайсың, түсіне қарайсың, түс әдемі екен дейсің да, андай цвет гранатовый деп айтады ғой. Әдемі ме? Әдемі ғой. Сосын не істейсің? Ойлансаң, жоқ, ойланбай жесе жей сен ойланып көрші. Не болып жатыр сенде? Альхамдулиллах деген нәрсе болып жатыр. Машалла, да? Екінші сен не істейсің? Гранатты ары қарай ашасың. Ана бөлек күйшілер бар да, бет бөлектеніп қалған. Соны алғаннан кейін сен орнына сала алмайсың оны. Соны бет ойланып көріп, гранатты жеп көріңші. Сол кезде не болады? Альхамдулиллах деген нәрсе. Одан кейін сіз тағы да. Сосын ауызға саласыз. Дәмі көрдіңіз ба? Сразу жеп қоймаңыз. Дәмі көріңіз, не болып жатыр? Альхамдулиллах, неге сізде тафаккур болып жатыр? Одан кейін не істейді ол? Асқазанға барады. Сіз асқазанды ойлап жатсыз, ана мен осыны жұмыс жасау керек, ояқта завод процесс болып жатыр. Ой бар ма сонда? Жоқ. Аллах тағала бәрін сізге орындап тастайды, барлық нәрсені жасап берді бізге Аллах тағала. Біз ол нәрсені ойламаймыз негізі. Мына қалай ары қарай асқазанды жұмыс жасату керек деген ой жоқ бізде. Сол үшін мына тафаккур, яғни зікір мен тафаккур ағайын дейді. Зікір өзі болса, тафаккурсыз ол қиындау болады. А егер тафаккур постоянно болса сенде дейді, онда зікір ауызынан түспейді екен дейді.